Біз қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің жетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан еліміз. Жау аяғына басылмаған еліміз, басымыздан намысты асырмаған еліміз. Адалдықты әрқашан жасырмаған еліміз, еркіндікті ежелден аңсаған еліміз. Арма алашыранды қазақ елі. Есенсіздер ме, құрметті көрермен қауым. Бейбіт елімізде аман саулықта тағы бір таңды қарсы алдық. Ағарып атқан ақтаң алаш еліне жақсылық әкелсін. Ұлттың сөзін сөйлеген ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат сазды Таңшолпан бағдарламасы. Таңғы бағдарламаның екі тізгін бір жыл бұрын ұстаған жүргізушілер Жансерік Берікқазыұлы және Маржан Болотханқызы. Таңшолпанды көріп, жаңа күнді бізбен бірге қарсы алыңыздар. Күндізбеге көз жүгіртсек, әлем білетін әйгілі көріпкел Нострадамус дәл осы күн дүниеге келіпті деп жазылыпты. Нострадамус айтқан болжамдарға арада талай ғасыр өтсе де, жұрт иланады. Маржан, жалпы сен осындай болжамдарға сенесің бе? Енді нақты айту қиын, Нострадамус жазып кетіпті, Ванга айтқан екен, Майя тайпасы осылай депті деген әңгімелер өте көп қой. Иә, біздің халықта да ондай аңыз әңгімелер жетерлік. Мәселен, Майқы бидің түсі немесе Абылай ханның түсі туралы айтуға болады, Маржан. Сондықтан да оған сену немесе сенбеу туралы нақты тұжырымға келу қиын. Бәрін бір Алла біледі. Елдің пікірі де осыған саят деп ойлаймын мен. Құрметті көрермен қауым, дәл қазір көгершіндердің ерекшелігі туралы бейнекөріністі тамашалаңыздар. Қазақстанда тіршілік ететін құс түрінің ең көп таралғаны кептерлер. Олар бұлдырықтар және кептер тұқымдасы болып, екіге бөлінеді. Біздің елімізде кептерлердің 10 түрі бар. Кептерлер ғаламда ең алғаш қолға үйретілген құс. Олардың бойында адамға ұқсас қасиеттер өте көп. Өнерпаздардың қолында бір қателеспей билеп жүрген мына көгершіндерді көргенде мүлдем таңданасың. Бұл топтың осы құстармен көпшілік алдында өнер көрсетіп жүргеніне 10 жылдан асты. Олар тіпті көгершіндердің кей әрекеттерінен үлгі алуға болады дейді. Бұлар жұптарын жазбайды. Бір мысалы қосылса, олар ажырамайды. Тіпті біреусі өліп қалса, екіншісі де кәдімгідей соны сезіп, біраз уақыт ешқайда ұшпай, бір орында отырып қалуы мүмкін. Ондай кей жағдайда олар өліп те жатады, екіншісі де артынан. Ондай жағдайлар болып тұрды бізде. Өте таза да, олар деген өте таза, өздерін жақсы жуынып тұрады. Үстері балшық болып қалды да, бір рет. Үстері балшық болып үйге келді, жібере салдық өздерін жататын жерлердің ұяларына. Ертесі күні қарасақ, өздерін тарап, соны бір күні кәдімгідей отырдым да қасына, бақыладым қалай тарайды екен деп ше, прям ауыздарымен, тұмсықтарымен түгел денелерін біртіндеп, бәрі қанатын біртіндеп тарап шықты. Содан да білсе болады, бұлардың соншалықты ақылды және өздерін сыйлай алады адам сияқты да. Көгершіндер керемет еске сақтау қабілетіне ие. Бірде қазақстандық азамат өзінің көгершінін ресейлік досына сыйға тартыпты. Дегенмен арада 3 ай өтпей жатып, өзінің егесін сағынған болу керек. Соншама қашықтықтан көгершін қайта оралыпты. Бұл құстың адам ықыласына ерекше ие болуының себебі де осында жатыр. Өйткені адамдар көгершіндерді пошта қызметіне пайдалануды 5000 жыл бұрын үйренген еді. Ең алғашқы деректер бойынша Халиф Ал-Азиз солтүстік Африканың әмірі болған. Сол 975 жылдары ең алғашқы кептері арқылы 600 кептерге Каирға өзінің енді виздері дейді ғой, сұлтанына 600 өзіне ұнаған шиені сол әр кептердің аяғына байлап 600 кептер жіберген екен. Бұл аман есен Каирға барып қонақтаған. Одан кейін Нуриддин есімді шейх Египет пен Сирияға кептер өсіретін арнайы үйлер салған екен. Ал бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде осы құстардың көмегімен 1500 хат хабар алынған деген дерек бар. Көгершіндер екінші дүниежүзілік соғыста да адамзатқа аз көмектескен жоқ. Тыныштық орнай сала, әлемдік бейбітшілік ұйымы татулықтың эмблемасына айналар суретке тапсырыс берді. Сонда атақты Пабло Пикассо ойланбастан аузына зәйтүн жапырағын тістеген көгершінді бейнелесе керек.
Тіпті дер кезінде хабар беруінің арқасында халқа аман қалған елдердің атақты қалаларында бейбітшілік құсына арнап қойылған ескерткіштер де бар. Сонда кептерлер діттеген жерді қалай қателеспей табады екен? Соңғы ғылыми жетістіктердің зерттеуі бойынша Америка ғалымының есебі бойынша Чарльз Уолттың ол екі бағытта құстың екі қасиетіне байланысты дейді. Бірінші ол магниттік поляға байланысты өріске, екіншісі күннің жаңағы күн бойынша өзінің бағытын сақтай алады дейді. Пікірлер сан алуан, дегенмен нақты анықтама жоқ. Бұл құстың қасиеті адамдар үшін әлі де болса беймәлім. Бір нәрсе анық, көгершіндер адамдардың сенімді досы, салтанатымыздың жарасымды сәні. Көгершін ән ергесі баппен айтса, ер жігіт не болады серттен тайса. Ән болмас көгершіндей қайда барсаң, ән білем деген адам шынын айтса. Ал көгершін көңіліме қонған әнім, сүйеді сұлу әнді менің жаным. Айғайлап, жүз құбылтып әнге салсам, кетеді бойым балқып қызып қаным. Бұл жаяу Мұсаның әні. Жұрт жүрегіне көгершін деп ат қояды, баласын көгершін деп еркелетеді. Көгершінді ақындар өлеңге қосады. Бейбітшіліктің құсы, ғашық жүректің сырын жеткізуші құс ретінде. Көгершіннің ерекшелігі туралы бағдарлама барысында баяндарымыз, енді бүгін дүниеге келген ақынды құттықтасақ. Бүгін Алаштың айтулы ақыны Мұхтар Шахановтың өмірге келген күні. Ұлттық арнаның атынан ақын ағамызды шын жүректен құттықтаймыз. 1942 жылдың дәл осы күні Отырарда дүниеге келген ұлға азан шақырып Мұхтар деп есім беріліпті. Қазақ әдебиетінің алыбы Мұхтар Әуезовтай болса деп ырымдаса керек. Және солай болды да, Отырарда туған сол ұл кейін алты алашқа мәлім ақын болды. Мұхтар Шаханов 1942 жылы оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар ауданында дүниеге келген. Әкесі Шахан елден ерек діни сауатымен танылған сыйлы адамдардың бірі болған. Тіпті шынайы иманның күшімен талайды таңғалдырған. Бір кездері Шахан молда жоғары жақтың бұйрығымен абақтыға жабылады. Түнімен Құран оқығанда таңертең темір есіктегі құлып өзінен өзі ашық тұрады. Бұдан кейін келесі күні есікке екі құлып салынады. Алайда шынайы ықыласпен Құран оқылғандықтан таңертең темір тордың есігі тағы да ашық тұрады. Бұған таңырқаған түрме басшысы Шахан молданы босатып өзі үйіне шығарып салған екен. Ал Мұхтар Шахановтың анасы Ұмсын 13 құрсақ көтерген батыр ана. Бірақ бүгінде 13 перзенттің тек біреуі ғана жер басып аман есен жүр. Ол қашанда ұлт мүддесін бәрінен жоғары қоятын мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы ақын Мұхтар Шаханов. Менің бір ғана басты арманым бар. Ол ұлтты сақтап қалу. Оның тілін, рухын сақтап қалу. Келер ұрпақ бізге қиғаш көзбен қарамауы керек. Ал осы мүддеге жанын салмаған азаматтарды да мен ешқашанда азамат деп есептемеймін. Мұхтар Шаханов Қырғыз Республикасының да халық ақыны, 20-дан астам шетелдік академиялардың, университеттердің құрметті докторы, профессоры. 2002 жылы Мұхтар Шахановқа «Жазагер жады» космоформуласы атты шығармасы үшін түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны атағы берілді. Ұлтымыздың ұлы ақыны Мұхтар Шахановты поэзияға алғаш қадам басқанымызда сол кезден бері өзіміз жақсы ұстасып келе жатқан ақындардың бірі. Біздің қазақта санаулы ғана тұлғалар бар. Ұлт тағдыры сынға түскенде маңдайы жарқырап желдің өтіне жүретін, нағыз майданның алғы шебінде жүретін, сол майданның алғы шебінде жүретін марғасылардың бірі мұзбалағымыз осы Мұхтар Шаханов десек болады. Бұл өмірде жаны жарқын, жақсы адамдар қанша көп, армандаймын соның бәрі менің досым болса деп. Қарсы алдымнан күле қарап келе жатса бір адам, іштей гүлдеп кете барам, шаттығына қуанам деп жырлаған ақын, жалынды жырларымен адамзат баласына рухани азық беріп, өз жанынан 40-қа жуық ән шығарып, бауыр жұртын әсерлі әуенмен әлдиледі. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын,
құстың қос қанатындай. Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтей болсын деген ниеттен Мұхтар атанған ұлт жанашырының ақындығы, азаматтығымен таныс емес қазақ жоқ шығар. Ол міндетімен азабы көп ақындық күш тек шындықпен өлшенеді дейді. Ал 70 жастағы көңіл күйін былайша білдірді. Менің мынандай бір өлеңім бар. Жер бетінде жел өшірген із азба, жігерсіздің өріс-әркез тар болған, 30-ында кемпір болған қыз азба, жігіт азба, 35-те шал болған. Бақыттысың әр таң сайын көзіңді, сұлулыққа суарудан қашпасаң. Қартайдым деп алдай көрме өзіңді, қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан. 70-тің де, 80-нің де, 90-ның да алға қояр талабы қарттықты мойындамау. Мен осы тұғырдан көрінсем деймін. Адайбек Шаңқуұлы бүкіл саналы ғұмырын заң саласына арнаған, талай жауапты қызметтерді атқарған ол, көп жылдардан бері Мұхтар Шахановты рухани қолдаушым деп жақын араласады. Мұхтар ағамыз 70-ке толып отыр. Бұл күн бүкіл қазақтың мейрамы болу керек деп ойлаймын, себебі бүкіл қазақ үшін қадірлі, қазақ үшін орны бар адам. Сондықтан бүкіл бәріміз үшін бұл күн мейрам. Ардақтаған Таңшолпан студиясына алғашқы мейманымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, көз дәрігері Ақмаржан Нұрбайқызы. Сәлеметсіз бе Таңшолпанға? Қош келдіңіз. Ақмаржан Нұрбайқызымен біз бүгін көз аурулары, одан кейін көзді қалай күтуі жайында әңгімелесетін боламыз. Ал жалпы осы көзді күн көзінен қалай сақтауымыз қажет? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Көзді күн көзінен сақтаудың әрине ең негізгі әдісі бұл күннен қорғайтын көзілдіріктер тағу. Қазіргі кезде Қазақстан нарығында түрлі түсті жаңағы көздің жауын алатын көзілдіріктер де өте көп. Бірақ біз халыққа жаңағы көзілдірікті тек қана арнайы мамандандырылған оптикалардан, арнайы дайындалған маманның кеңесімен алу керек деп айтар едім. Себебі барлығы зат белгілі бір мөлшерде жаңағы емдік қасиетін атқарады, егер одан шектен тыс шыққан уақытта кері әсерінде тигізуі мүмкін. Сондықтан жаңағы арнайы оптикалардан маманның кеңесін ала отырып алған дұрыс. Негізінде айта келіп отыр, табиғатта бәрі ойластырып қойылған, сондықтан көздің өзінде де жаңағы күннен қорғайтын құрылымдары бар. Ол көздің қасан қабағы, көздің ішілік бұршағы, жаңағы көздің торлы қабағындағы лютеин, зексантин деген каротиноидтар, ол көзді жаңағы шектен тыс ультракүлгін, инфрақызыл сәулелерінен қорғайтын әсері бар. Әрине 100% ультракүлгін сәуле фильтрі бар көзілдіріктерді тағуға да болмайды. Себебі көздің жаңағы торлы қабатының дұрыс қызмет атқару үшін көзге жарық түсу керек, белгілі бір мөлшерде. Сондықтан жаңағы көзілдірік таңдаған кезде соны да ескеру қажет. Соны да ескеру қажет. Содан кейін жеке тұлғаның ерекшеліктерін ескере отыра жаңағы істейтін жұмысына, тұратын аймағына байланысты ерекшеліктерін ескере отырып таңдау жасаған дұрыс деп ойлаймын. Енді мысалы біз бүгін айтып отырмыз, шілденің ыстық айы басталды деп, осы жалпы жаз мезгілінде көзді қалай күтуіміз қажет? Көзді күту ол біріншіден жаңағы айтып кеткендей көзілдірік. Арнайы дәрілерді көп адамдар жаңағы көздің құрғауын, жаз күн ыстықтан, жаңағы көздің құрғауын сезімдерін пайда болады. Оған арнайы жаңағы ылғалдандырғыш тамшылар бар. Бірақ ол тамшыларды жаңағы дәріханалардан өз еркімен сатып ала салу да дұрыс емес. Бірінші әрине дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Негізі бірінші жаңағы көздің құрғауы не себепті пайда болды, соның себебін анықтаған дұрыс. Екіншіден қазіргі жазғы күндері бізде шомылу кезеңі ғой. Ашық жаңағы шомылу алаңдарында микробтар жаңағы көздің алдыңғы қабатының, шырышты қабатының қабынуын алып келетін көптеген микроорганизмдер бар, жаңа қарапайымдылар бар. Сондықтан жаңағы шомылған уақытта
көзге жаңағы шомылуға арналған арнайы көзілдіріктерді қолданған дұрыс деп ойлаймын. Және бассейнге түскенде де, бассейнде микробтар болмас үшін хлорды өте көп қолданады. Иә. Оған кейбір адамдардың жаңа токсикоаллергиялық реакциялары болуы мүмкін. Сол уақытта да жаңа жүзуге арналған көзілдіріктерді қолданған өте дұрыс болар еді. Сондай-ақ Ақмаржан Нұрбайқызы жалпы осы көздің жанарының өткірлігін арттыру үшін арнайы жаттығулар болады екен. Солардың бір-екеуін көрсетіп жіберсеңіз, не болмаса кеңес ретінде айтып жіберсеңіз. Бізге міндетті түрде керек Маржан дейсің. Өте жеңіл, барлық жерде істеуге болатын жаттығу, ол деген көзді оңға, солға, жоғары, төмен қарау, көзді айналдыру, жаңағы өз өрісінде. Ең өзіме сүйікті жаңағы ұнайтын жаттығу бұл қысқа уақыт жақынға және алыс заттарға қарау, алма кезектіріп. Сол кезде жаңағы көздің аккомодациялық бұлшықеттерінің жаңағы жұмыс істеу қызметін арттыра түседі. Қызмет ету қорын, резервтерін дамытуға болады. Әрине, ол біріншіден тек қана көздің өткірлігін арттырып қана қоймай, шаршау онда төмендетеді. Ал осы көздің өткірлігін арттыратын арнайы тағамдарды бар емес пе? Мысалы, балықтың майы деп айтып жатады. Сол жайында да айтып кетсеңіз. Көздің өткірлігін арттыратын арнайы тағамдар ғана емес, жалпы организм зат алмасуын дұрыс жүру үшін дұрыс тамақтану қажет. Енді ерекше тек қана көздің өткірлігін арттырып қана қоятын тағамдарды пайдалануға болмайды. Негізінен енді көздің өткірлігін арттыратын тағамдарға бұл черника, содан кейінгі лютеины бар, қазіргі биоактивті белсенді заттар. Мысалы, содан кейін тамақтарға, қазір айта кетейін, тамақтарға бізде ол шпинат және жасыл салат жапырақтары. Өте тағамда күнделікті пайдалансаңыздар, өте дұрыс болады деп ойлаймын. Ал белсенді активті заттарды енді фирмалардың аттарын айтуға болмайды, сондықтан құрамындағы лютеины бар деген дәрілік заттарды алсаңыз, өте дұрыс болады. Бәрекелді. Ақмаржан мырза, жалпы Ақмаржан ханым, сөз соңында өзіңіз жалпы халыққа деген кеңесіңізді айтсаңыз, көз дәрігер ретінде. Халыққа деген кеңесіміз бұл деген тек қана көзге емес, барлық денсаулығына ерекше жауапкершілікпен қараса деген ұсынысым бар. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, бізде бүгін студиямызда қонақта болған көз дәрігері Ақмаржан Нұрбайқызы. Бұл өнер қазаққа жат емес, ел арасында шеберлер өте көп. Таңшолпан бағдарламасы сондай шеберлерді түгендемек. Егер сіз өзіңіз жасаған бұйымды елге көрсеткіңіз келсе, қазақтың қол өнерін жұртқа насихаттағыңыз келсе, біздің бағдарлама жариялаған байқауға қатысыңыз. Ол байқау шеберхана деп аталады. Шеберхана байқауы елден ерекше бұйым жасай білетін шеберлер сайысы. Бұл сайыстың басты мақсаты ел ішінде танылмаған тапқыр шеберлерді насихаттау. Бұл додада алғашқы болып өнер көрсететін Гүлстан Жандосқызы. Гүлстанның негізгі кәсібі ісмерлік. Енді мынау менің жалпы соңғы тіккен құрағым. Бұл қолөнер ортасының жаңағы 50-50, ортасын қолмен өріліп шығарды, мына шетін машинкамен тігіп шығамыз. Мына енді жаңағы бүктеме құрақ, бұның да қыр-сырын көрсетіп берсем болар еді. Бұнда үйренем дейтіндер жаңағы шабыты келіп, құрақшылар мүмкін кірісіп осы бір нетіп кетеміз ғой, өзімізде көрсетсем болар еді. Осын енді жібек матамен парча мата екеуін құрастырып отырып тіккен бұйымым менің. Сайыстағы бірінші үміткеріміз өте талантты болып шықты. Ол көңілінің қошы келгенде гитарасын қолына алып ән айтады. Өмірлік серігім деп соңыңнан ерген едім, жалғанда жалғыздықпен мен бәлкім егізбедім. Гүлстан бұл әннің әуенінде, сөзінде өзі шығарыпты. Осындай өнерлі үміткеріміз шеберхана байқауына қарапайым қағаздан құлпырған гүл жасап көрсетпек. Менің бұл байқауға дайындаған бұйымым
қағаздан гүл жасау. Ол үшін бізге сым темір қажет, қайшы қажет, қысқыш, скотч, жіп және қағаз. Жұмысымызды, қағазымызды ширатудан бастаймыз. Қағазды ширату үшін қолымызды оқтын суға батырып отырамыз. Мына қағазымызды 5-10 минут ішінде ширатып бітірдік. Болды. Ендігі кезекте гүлдің сабағы мен жапырағын жасаймыз. Жапырағын арнайы қағаздан кесіп аламыз. Екіге бүктеп, кәдімгі гүлдің жапырағын кесіп аламыз. Енді біздің гүліміздің жапырағы дайын болды. Енді гүлімізді шетінен осылай орап, ораған сайын жиырып отырып ораймыз. Дайындап қойған жапырағымызды ортасына қыстырып орап кетеміз. Гүліміздің түбін бекітіп, ендігі кезекте гүліміз дайын. Бүгін шеберхана байқауының алғашқы үміткері Гүлстан Жандосқызының өнеріне куә болдыңыздар. Байқауға 10 саусағынан өнер төгілген кез келген көрерменіміз қатыса алады. Жеңімпаз дауыс беру арқылы анықталады. Ардақтағы дәл осы байқауға қатысқыларыңыз келсе, 393-22-53 телефонына хабарласыңыздар. Егер редакциямызға келуге мүмкіндіктеріңіз болмаса, жасаған дүниелеріңізді өздеріңіз жайында азген мағлұмат жазып, пошта арқылы редакциямызға жолдауларыңызға болады. Біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 177 үй, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Таңшолпан бағдарламасы. Біз міндетті түрде көрсететін боламыз. Өткен аптада журналистер төл мерекелерін атап өтті. Мереке қарсаңында біраз журналистер түрлі марапаттауға ие болды. Олардың арасында біздің әріптестеріміз де бар. Маралтай Райымбекұлы шығармашылығына баға берген базбір замандастары, оны бүгінгінің Мұхағалиы дейтін көрінеді. Сол мұзбалақ ақын Мұхағали да бірнеше жылдық еңбек жолын осы Қазақ радиосында өткізген. Талай саңлақтың ізі қалған қасиетті қара шаңырақ Маралтай Райымбекұлының да құтты мекені. Ассалаумағалейкум, өмірді өнер деп таныған қадірлі қазақ елі. Біздің бүгінгі музаға барымыз белгілі қылғалам шебері Ерболат Төлепбаевтың көкпар шығармасына арналады. Маралтай Райымбекұлының жасаған хабарлары да қазақтың төл әдебиеті мен мәдениетінің төңірегінде. Әуе толқын арқылы елдегі жас ақындардың шығармашылығына баға береді. Көрнекті өнер майталмандары мен қоғам қайраткерлерінің рухани портретін жасайды. Хабарды әуенмен әрлеген Мақпал Ноғайбаева, хабарды дайындаған мен Маралтай Райымбекұлы. Міне бізде күнделікті осындай хабарлар жасап жатамыз, түрлі хабар. Мен осы Қазақ радиосында 4 хабарым бар. Кіндігімді кескен жұрт, муза, безбен және ел тұтқа деп аталатын. Бұл хабарлардың әрқайсының өзінің маңызы бар, ерекшелігі бар. Ақындық армен жанын салып жасаған осынау еңбек еш кеткен жоқ. Журналистердің төл мерекесі қарсаңында қазақ радио журналистикасының дамуына қосқан үлес үшін Маралтай Райымбекұлы елбасының қолынан құрмет грамотасын алды. Ерім дейтін елім барда, елдің сөзін сөйлеуден мен де шаршамаймын дейді Маралтай.
кеткенін талай басқаға кегім, тастарға жазып тастаған едім, жарқырап нұрың тұрсын ба жайнап, бекзада дегдар астанам менің, аспаған елім, таспаған елім, тарихын қайта бастаған дедім, жұмыр жер кенет жүзік боп кетсе, гауһардай жанған астанам менің. Мұндай құрметтен телеөнер саласының тілшілері де кенде қалып жатқан жоқ. Тележурналистикада Әуесбайдың қанаты деген атпен өзіндік өрнегін қалыптастырған әріптесіміз Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреат атанды. Жуырда ғана мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары байқауының бас жүлдесін еншілеген қанат үшін бұл жылдың олжалы болғаны анық. Біреудің бастан сипағаны бар, арқадан қаққаны бар, оның үстіне бір жапырақ қағаз болса да, әйтеуір еңбегің еленіп, сен туралы бір жерден айтып жатса, меніңше бұл журналист үшін үлкен қуаныш, үлкен мәртебе сол деп ойлаймын. Филология ғылымдарының кандидаты Қанат Әуесбай бүгінде жастарға тележурналистикадан тәлім береді. Қаламын қолынан тастамаған әріптесіміз көрген түйгендері мен қоғамның түйткілді мәселелерін өзінің жеке блогына үздіксіз жариялап тұруды да әдетке айналдырған. Баянда ойнап ән салуда Әуесбайдың қанатының тағы бір әуестігі. Қос әріптесіміздің жеңісі баршамызға ортақ. Қалың жұртқа қалтқысыз қызмет қылған 4-ші билік иелерінің мерейі қашанда үстем болғай. Құрметті көрермендер, тағы да жүлделі болған қос әріптесіміз келіп отыр. Таныс болыңыздар, қазақша сөйлеп, қазақ радиосын тыңдайық деген барша бұл сөз барша көрермендерге, тыңдармандарға таныс болар. Осы сөзбен амандасып, осы сөзбен қоштасатын журналист, Шалқар радиосының редакторы, мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары республикалық байқауы радиохабарлар аталымы бойынша бірінші орын иегері Жылбек Сембекұлы. Және қазақ радиосының редакторы, ақын, мемлекеттік тіл және бақ республикалық байқауы радиохабарлар аталымы бойынша екінші орын иегері Серік Сейтман. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Студиямызға қош келдіңіздер. Жүлде құтты болсын дейміз. Ұлттық арнаның атынан құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Жалпы Жылбек аға, жүлде қандай тақырыптағы бағдарламаңызға берілді? Негізі бағдарлама менің өзі алдымен амандасып кетейік. Қайырлы таң қазақ елі деп, біздің мынау қазақ радиосының тыңдаушылары деп айтсақ болады, Шалқар радиосы екеуінің тыңдаушыларына. Сосын жалпы көрермендерге, біздің биыл осы байқауда алған жүлдені алған менің хабарым өз тіліңді құрметте деп аталады. Қадыр ағамыздың ана тілдің арың бұл ұятың болып тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген, сол өз тіліңді құрметте деген хабарым арқылы соның 16 бағдарламасын сұнған едім. Сол 16 бағдарламаның бәрі үшін берген екен. Оның ішінде әрине 16 бағдарламаның ішінде көтерілген мәселелер де көп қамтыған. Тек қана ауызбен айтуға ғана ғой. Қазір енді біз кезінде Қызыл империяның өзін қылышынан қанаттанып тұрған кезде, мынау жалпы аталарымыз өзі Баукең сияқты, Бауыржан сияқты аталарымыз Момышұлы деп фамилиясымен сол заманның өзінде айқайлап тұрды ғой. Қазір енді бейбіт заманның өзінде де біздің тілдің мәселесі қызып тұр десе де болады. Оны айтатын көп мәселелер бар. Соны біз көтергеніміз, енді хабардың ішінде көтерген мәселелеріміз мынау ОФ-қа байланысты, мынау Шымкент қаласының бұрынғы әкімі Арман Жетпісбай мәселе көтерді биыл наурызда. ОФ-тан құтылайық деген. Біз сол бастаманы ары қарай іліп алып кетіп, радио хабар жасаған мен сол мәселені. Осы ОФ-тан құтылсақ деген. Өйткені өзімнен бастап құтылғанымда алғаш мынау Қазақстанның төлқұжаты шыққан кезде мен өзімнің ОФ-тан құтылғанмын. Керімбек, менде Жылбек Сембекұлы Керімбек болып қалған. Және аға, сіз осы өзіңіз айтып отырсыз ғой, мемлекеттік тілді насихаттауды ұзақ жылдардан бері радио хабарлардан көтеріп келесіз. Жалпы өзіңіз не дедіңіз? Меніңше ойлаймын, қазір біз бұрындары алғаш жылдар енді 20 жыл бойы байбалам салып келдік қой, тіл өліп бара жатыр, тіл құрып бара жатыр деген. Біз енді қазір көтеріліп жатқан мәселелердің барлығы ойысып бара жатқаны тілдің қазір мәселесін қалай шешеміз деген. Оны оқу әдістемесі қалай болу керек,
Сосын қазіргі мысалы тілді қалай сақтап қаламыз деген мәселе сол өзекті болып тұр да. Қазіргі мысалы мен хабарым өзінің ішінде де оқу әдістемесі мысалы ағылшынның тілінде оқыту әдісі қалай, сол кісілермен де сөйлетіп, басқа тілде қалай оқытылады екен, осы мәселелерді де қозғаған хабарым өзінде. Өйткені қазір бізде оқыту енді оқулықтар көп оқытып жатқан, бірақ олардың сапасы бар, сапасызы бар, сапалысы бар. Бірақ қалай болғанда да оқулықтың шыға бергені дұрыс та, қандай болса да. Сол шетелдің әдістемелерін ескерген мамандарды соларды тартып сөйлеттім көбінесе хабарымда. Содан кейін біз тағы да айта кететіні, сол хабардың ішінде жақында ғана мынау Павлодар облысының әкімі Ерлан Арын деген мырза ұлтжанды азамат. Сол кісі осы Павлодар облысы атауын өзгерту деген кезде, мәселе көтерген кезде, біздің Қазақстанның жерінде отырған орыс басылымдарының өзі байбалам салды да, мынау осындай өзгертейін деп жатыр Павлодар қаласының атауын деген сияқты. Өз қаламызда отырып, неге өзіміз өзгерте алмаймыз дегендей, өз елімізде отырып. Осы мәселені де қосқадым да. Оны өйткені біз кезінде Кереку деп өзгертсек деп жүретік, ол орыстың жаңағы тұз өндіретін мұжығының аты екен. Қазір енді Қимақ деп өзгерту жөнінде мәселе қозғалып жатыр. Осыны ел болып алып кету керек сияқты. Өйткені жалпы қазақ елі. Серік мырза, жалпы сіздің бағдарламаңызға келсек, осыдан 2 жыл бұрын қазақты сүю бағдарламаңыздың парыз деп өзгеруіне не себеп болды? Бұл әрине қазақты сүю деген ұғым, ол Абайдың шығармашылығында бар ұғым. Оны осы бергі дәуірде Амангелді Кеңшілікұлы дейтін ұлтжанды ағамыз өзінің көлемді мақаласына қазақты сүю деп ат қойып, жалпы қазақты сүюдің мәселелерін сөз етеді ғой. Енді мен де қазақ радиосында мен қазақпын деген Жұбан ағамыздың жаңа өлеңнің тақырыбын алып хабарлар шығып жатыр. Сонымен Амангелді ағадан мен де рұқсат сұрап, бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы ғой. Жалпы қазақты сүюге үндейтін, ұрпақты тәрбиелейтін, өзіміздің қандастарымызды шақыратын, соған жалпы Қазақстанды мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың ұрпақтарына қазақты сүюді жаңағы соны үндейтін хабар ашайық деп соны ашқанбыз. Одан кейін бізде әр жаңа маусымда біз жаңа хабар ашуымыз керек, немесе жаңа форматпен хабарды өзгертіп тұруымыз керек. Бұның жалпы сүйегі қалды, заты қалды да, аты өзгерді. Сонымен қазақты сүю парыз болып өзгерді. Яғни бұдан түйетініміз, мен бір журналға сұхбат бергем, қазақты сүю тере парыз. Яғни бұдан шығатын ұғым қазақты сүю ол бізге парыз деген ұғым шығады. Ал осы кейінгі кезде радио толқында зиялы қауым атты жаңа хабарың шығып жүр. Бұл хабардың мақсаты қандай, өзіңе аты айтып тұрған шығар? Иә, бұның да мақсаты сол. Мен осы Алматы ақшамы газетінің бас редакторы, президент сыйлығының иегері Қали Сәрсенбай ағамызбен сұхбат жүргізгенімде бір сұрақ қойдым. Сонда біраз мәліметтер ақтардым ғой. Сонда бір журналист сұрақ қойыпты. Осы бізде қазір журналистикада сұхбат жанры алға шығып кетті, басқа жанрлардың бәрі кенже дамып қалды, кенже қалып қойды деп сұрақ қояды. Сонда Қали ағамыз айтады, сұхбат жанрының дамығаны жақсы дейді. Кезінде қандай тұлғаларымыз өтті дейді. Біз сонда олармен сұхбат құрып, ана газеттерге баса берсек шетінен, ол бізге тарих болып қала береді. Ана ұлы тұлғалардың айтқандарының бәрі бізге рухани мұра болып қалар еді. Бізге қайта осы жетіспеген, қазір соның олқылықтың орнын толтырып жатырмыз дейді. Яғни бұл зиялы қауым хабарының негізгі авторы біздің Қазақ радиосының директоры Махат Садық, жауапты редакторы мен. Бұл зиялы қауымды сөйлетіп, жалпы сол бір терінің пұшпағын иілеу, жаңағы ұлт. Қайтсек қазақ болып қаламыз, қайтсек еліміз көркейеді, қайтсек осы аманатты, біздің бабаларымыз бізге қалдырған аманатты ұрпақтың қолына қалай табыстаймыз, соның мәселесін қаужайтын тақырып. Бәрекелді. Жалпы енді телекөрермендерімізге де айтып кеткен болатынбыз. Жалпы соңғы сауалды өзіңізге жолдасақ, енді жаңа маусым деп айтып отырмыз ғой. Жаңа маусымға Шалқар радиосы қандай тың бағдарламалар ұсынбақ, қысқа нұсқа айтып кетсеңіз. Енді Шалқар радиосының жалпы қандай бағдарлама ұсынатыны, ол енді өзіміздің басшымыз көбіне көрмек айтады, бірақ өзім ұсынатын жобаларым жалпы саяси сараптамалық бағдарлама ашсам деген ойым бар. Ал сіздің ше? Елде болып жатқан. Серік мырза. Менікі енді осы бағыттан айнымау. Енді біз 1-2 айдың көлемінде Астанаға көшкелі отырмыз. Құдай қаласа біздің мақсат, осы мақсат. Енді сол Астанадан келатқандағы бір сезімді жаңағы вагонда келе жатып терезеге телмірумен болдым. Бұл кісі түс ауыртты, ұйықтап қалды. Жаңағы кондиционер дейді, сол қосылып тұрған. Сонымен менен бір өлең туған еді.
жусан немесе сарыарқа сапарындағы сезім деген өлеңді оқып берейін. Жақсы, осы өлеңмен бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ. Иә. Жусан немесе сарыарқа сапарындағы сезім. Қазақтың қамын ойлап толғанып көп кемеңгер, қазақтың даласында қан төгіп өткен ерлер, солардың қаны дән боп көктеген жусан ғой бұл. Жусаны бар жерлердің қазағы жоқ демеңдер, опынып отырмастан көңілімді күзетіп құр, тарихтың қате тұсын кетейін түзетіп бір, қазағы жоқ жерлердің жусаны қазақ болып, қазақтың сар даласын сарбаздай күзетіп тұр. Жусаным жапандағы тәңірдің сыйы сынды, суарып рухыңа бағайын үй ішімді, баламның бойын енді сіңдіру міндет маған, бабамның есіндей аңқыған иісіңді. Қалада жабыққан жан далаға ұшқалы жүр, сендермен жолыққан бар қандастың құшқаны нұр, шетіңнен еміреніп құшақтап иіскерем, мүмкіндік берсін бұған 5 күндік құсқа ғұмыр. Жусандар бауырларым даламда жиі егілген, мен де бір қазақ едім ат баптап түйе мінген, көз жұмып жерленсем де көрімде тыныш жатпай, сендерге нәр сыйлаймын қуарған сүйегіммен. Жақсы, өлеңіңізге рахмет, келгендеріңізге рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Құрметті көрермендер, студиямызда қонақта болған Қазақ радиосының журналистері Жылбек Сембекұлы және Серік Сейтман. Құрметті көрермен қауым, студиямызға келесі мейманымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Философия ғылымдарының докторы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев. Ассаламағалейкум аға, Таңшолпанға қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз. Келе жатқан мереке құтты болсын. Енді 4 күннен кейін Алла қаласа Алаш жұрты елордамыздың күнін, Астана күнін ел болып тойлағалы отыр. Осыған байланысты енді сұхбатымызды да Астанадан бастасақ, жалпы осы Астана қаласының қазіргі әлемнің рухани орталығы ретінде қалай қалыптасып келеді? Осы жайында айтып отырсаңыз. Енді алдымен шамалы кішкене тарихқа жүгінейік. 1994 жыл 6 шілдеде мына жоғарғы кеңестің сессиясының пленарлық мәжілісінде президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сөз сөйледі. Әдетте ол кісі сессияларда, парламентте сөйлеп жүр ғой. Сонда бір керемет түбірінен жаңа бір идеялар ұсынды. Соның бірі мына Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру идеясы. Жұрттың бәрі таң қалды. Бұл қалай? Осындай қиын қыстау. Совет үкіметінің ыдырағанына 2,5 жыл болды. Елімізде жағдай өте қиын болды. Халықтың жағдайы, мемлекеттің жағдайы, бүкіл экономикалық байланыстар үзілді. Инфляция деген гиперинфляцияға ауысты. Жалпы осындай жағдайда президентіміз Алматыдан Ақмолаға Астананы ауыстыру, көшіру жөнінде мәселе қойды. Себебі оны дәлелдеді ол кісі. Жұрттың депутаттар да, халық та бұл президенттің ойын бас кезінде тіптен құптаған да жоқ. Бұл утопия деп бағалады көп адамдар. Бұл қалай халықтың жағдайын ескеру керек еді. Қазір емес, бір кейінірек мүмкін Қазақстанның жағдайы жақсы болған кезде. Бірақ бұл кезек күттірмейтін мәселе болды. Президент бүкіл қиыншылыққа қарамастан осындай үлкен бір тіптен былай бұрынғы қалыпты ойға сыймайтын нәрсені айту бұл шын мәнінде керек болды. Сөйтіп Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру парламенттің бірталай қарсы болды. Тіптен мен кейін бір материалдарды оқыдым. Президенттің отбасындағы өзінің өмір бойы ол кісіге осы негіз болып жүрген, соны қолдап жүрген кісілердің арасында да сол күмәнданатын кісілер пайда болды. Ал өзіңізде күмән болды ма осы? Күмән міндетті түрде. Мен де сол Қазақстанның бірімін, ғалымбыз. Бұл қалай болды? Анау атақты Германия, бай Германия, Боннан Берлинге көшіруге әлі аяқталған жоқ. Процесс жүріп жатыр. Біз болсақ, неге қиын Совет үкіметі ыдырағаннан кейін жағдайымыз тәуелсіз ел ретінде әлі экономикамыз өте нашар. Ол кезде нарықтық экономикада қалыптаспаған. Міне осындай жағдайда жұрттың барлығында күмәні болды. Мені президент 99 жыл қабылдады. Мына энциклопедияны басқарып жүргенімде, сонда маған айтты: "Әбеке, қалай мына Алматыдан Астанаға көшкенімізді халық қалай деп жатыр, сіздер қалай?" Шынымды айтайын ба, Нұрсұлтан Әбішұлы деп? Шыныңызды айтыңыз. Бас кезінде сізге қарсы болдық. Тіптен бәрі деп айта алмаймын, ішінде 1,5, бірақ көпшілігі қарсы болды. Бұл қалай?
президент халықтың жағдайын ескеру керек еді, қайта бар ақша болса халыққа қарай жұмсау керек еді деп. Ал қазір қалай? Қазір түбірінен өзгеше дейді. Қазір президент дұрыс жасаған екен. Кезінде осы Алматыдан Астананы көшіруі, бұл өте кезек күттірмейтін жағдай екен. Жанында мына баяғыда Мағжан Жұмабаев айтқан екен, қазақтың данышпаны, жеріңді, жеріңнің тұтастығын қорғау үшін, сақтау үшін міндетті түрде қала салды. Міне қазір керемет үлкен әлемге әйгілі қала салды. Бұл қаланың миссиясы айрықша болды. Тәуелсіз Қазақстанның астанасы, тәуелсіз елдің символы. Қазақ мәдениеті жалпы символдарға үлкен мән берген. Сонда бұл жаңа мемлекеттің символы, жаңа дәуірдің символы, жаңа бүкіл қазақ елінің символы ретінде осындай жағдай болды. Міне сондықтан мен ойлаймын, бұған күмәнданған адамдар қазір көпшілігі, шет елдің адамы болсын, өзіміздің ішіміздегі кісілер болсын, президентті 100% қолдайды деп ойлаймын. Қазір адамның санасы да, құндылықтар жүйесі де, дүние танымы да қатты өзгерді. Осы Астана бүкіл әлемнің рухани орталығы болып қалыптасып келе жатыр. Себебі Астанада мынау діндер, дәстүрлі және әлемдік діндер лидерлерінің 4 съезі өтті. Осы жуырда ғана 12-ші жылы. Осылардың мұнан кейін көптеген жиындар өтіп жатыр. Мен ғаламдық, әлемдік проблемалар Астанада шешілетін болды. Мысалы, Брюссельде талқыланады ғой, Европада. Қазір бүкіл әлемдік осы үлкен лидерлер, бастықтар, президенттер Астанаға жиылып, экономикалық форумда болады. Көптеген рухани мәселелерде, осы руханият мәселесі де қаралып шешіліп жатады. Міне соған қарағанда біздің Астана айрықша бір миссиясы бар, әлемдегі бір қала, жарқырап, жайнап, қазақ елінің астанасы. Сондықтан бұл жаңағы рухани орталығы болу, әлемнің, қазіргі әлемнің, қазіргі мына жаһанданып жатқан әлемнің рухани орталығы болу, бұл үлкен бір қуанышты жағдай. Бұл бізге әлі Қазақстанға тәуелсіз үлкен жақсылық алып келеді деп ойлаймын. Бәрекелді. Аға, жалпы осы Астана қаламыздың сәулеті, сурет, өнер жайында не айтасыз? Енді Астананы өзіңіз көрсеңіз, ана керемет бәйтерек. Бұл бәйтерек біздің президенттің үлкен идеясы. Жалпы Астана біздің президенттің үлкен. Президентті былай осы Астананың бас архитекторы. Бүкіл Қазақстан реформаларының атасы деп атауға болады. Сонда мынау бәйтеректің өзі бір үлкен бір керемет. Бәйтерек деген не? Бәйтеректің тамырлары терең. Соны көне ежелгі тарихқа кетеді. Ал жоғары қарай бүкіл бұтақтары бұл үлкен бір ағаш сияқты. Алып бір ағаш сияқты. Бұтақтары бүкіл әлемге күнге қарай, жоғары қарай осы өрмелеп кетіп бара жатқан. Бұл біздің жаңа әлемдерге, жаңа бір керемет мәдениеттерге қарай ұмтылуымыз, жаңа халыққа, бүкіл халықтың, діндердің, мәдениеттердің бірлігі осы бәйтеректе. Сондықтан бәйтерек, я болмаса керемет әлгі келісім мен бейбітшілік сарайы. Жалпы Астанада көптеген үйлер, керемет университеттер, керемет үйлер, зәулім европалық стандарттармен салынған, бірақ азиялық қазақтың орнаменті де өте ескерілген. Яғни қазақтық, ұлттық, онан кейін европалық, әлемдік. Ол да ұштастырылып, бұл керемет ұштасқан, оның суреті де керемет, архитектурасы, керемет жалпы аурасы. Астанада қандай керемет мешіт, шіркеу, синагог, бәр қатар бір-біріменен. Яғни бұл мына конфессия аралық, этнос аралық, мәдениет аралық келісімнің осы Астанадағы бір үлкен белгісі деп айтам. Ол бүкіл әлемге қызмет жасайтын нәрсе. Себебі біздің Қазақстанда, Аллаға шүкір, осы қазір 20 жылдан астам бізде бірлік, рухани бірлік, мәдени бірлік. Бізде керемет, Құдайға шүкір, проблема жоқ емес, бар. Проблемалар дер кезінде шешіліп жатыр. Бірақ дегенмен қан төгіс жоқ, қырғын қақтығыстар жоқ. Бұл үлкен жағдай. Себебі біздің жанымыздағы елдердің көпшілігінде қақтығыстар, адам өлімі күшейіп жатыр. Сондықтан бізде, Құдайға шүкір, бізге жақсылықтың нұрын Алла жауап береді ғой деп ойлаймын. Елімізде бейбітшілік болсын демекпіз. Осы орайда бізге хабарласқан телекөрерменді байланысқа қосып өтіп, сізге сауал жолдаймын дейді. Сәлеметсіз бе? Қазалыдан Қадырбек ағамыз хабарласып отыр екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасы. Қайырлы таң. Мына қонаққа сұрақ қояйын дедім. Жақсы, тыңдап тұрмыз. Мына
Астанамызда көптеген әдемі құрылыстар салынып жатыр ғой. Солардың сапасы қандай екен? Сол туралы айтып берсек айтады. Сонымен қатар мен Үркердің жаңағы 40 күн шілде деген маусым шілде айында да болатын 40 күнге созылатын ыстық Үркердің батуы, сонан шілде аяғының ортасында Үркердің туы қайтадан. Міне осы екі аралықты 40 күн шілде деп атайды. Жаңа Бекмұрат ініміз айтты ғой, жаңағы шілденің парсы тілінен шықты деп. Сол дұрыс енді. Жақсы, бәрекелді Қадырбек аға. Өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы сұрақ түсінікті болды. Алматы қаласында салынып жатқан құрылыс үйлерінің жалпы құрылысы Астана қаласында сапасы. Астана қаласындағы енді құрылыстың жалпы сапасы жаман емес, жақсы. Оны енді жаңағы Жапонның архитекторы атақты әлемге Куракава деген мырза осы сол басқарып, сол ұтып алып, бұл үлкен конкурс болған кезінде. Соны конкурс арқылы ұтып алып, сол жобаны іске асырып жатқан сол Жапонның атақты әлемге әйгілі Куракава архитекторы. Сондықтан оның сапасы жалпы кемшіліктер де бар, шынын айтқанда. Енді мына кейбір Түркия құрылысшылар салып жатыр, басқа елдің құрылысшылары салып жатыр, Астананы керемет бүкіл әлем салып жатыр деп айтуға болады. Өзіміздің еліміздің де құрылысшылары. Бірақ сапасы жағына біздің президентіміз осы жуырда ғана кешеме аралап бүкіл тағы объектілерді қарап Астанадағы салынып жатқан мән беріп жатыр. Бірақ дегенмен осы жуырда мына қатты бір жаңбыр болғанда да анау керемет бір осы бүкіл теледидарлар, радио комплекстер, кешендер бәрі орналасатын мекемеде соның сапасын нашарлау екенін байқатып қалды. Себебі анандай үлкен жауынға Астана жалпы қыста суығырақ, жазы ыстығырақ, сосын жаңбырда болуы мүмкін, басқа да табиғи бір нелер болуы мүмкін. Оның бәрін ескеру керек қой, бірақ ескеріп те жатыр. Бірақ сондай бір жарым кемшіліктер де болып қалады, оның шындығын айту керек. Жалпы Астанадағы құрылыстың сапасы, мен ойлаймын, жоғары болды. Сол біздің халқымыздың менталитетіне жалпы сәйкес келетін. Ол бір аспаннан түскен емес, халықтың да бұрынғы дәстүрлі мәдениетінің, қазіргі мәдениетіміздің барлық осы жетістіктерін ескеріп отырып салынып жатыр деп ойлаймын. Жақсы. Бәрекелді. Әрине келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Астанаға көшіміздің ол дұрыс саяси шешім екендігін ғалымдар бүгінгі күні мойындауда, ал кішкентай кемшіліктер болса, ол көшіре түзеледі деп халқымыз бекер айтпаған. Иә, ол міндетті түрде кемшіліксіз болмайды, бірақ дегенмен стратегиялық бағыты істеліп жатқан жұмыс. Бұл әлемге әйгілі, енді оны көрмесек тіптен ештеңені көрмейміз. Қазақстанда керемет жұмыстар істеліп жатыр. Сол сияқты Астананың дамуы, бұл Қазақстанның көркеюі, дамуы. Сондықтан біздің бұл жұмысымыз, мен ойлаймын, әрі қарай Құдай қаласа жалғасып, талай тойлар, қуаныштар Астанада бүкіл қазақ елінде бола береді деп ойлаймын. Әбдімәлік аға, өзіңізге алғысымызды білдіреміз, салиқалы әңгімеңізге, және өзіңізден сөз соңында Алла жұртына деген таңғы тілегіңіз болса. Енді Қожа Ахмет бабамыздың әруағына сыйынып, қазақ елі бақытты болса екен, сәулетті, дәулетті болса екен. Біздің президентіміздің басшылығымен елімізде көптеген қуаныштар болса екен. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Қазақ елі бір бақытты, сәулетті ел болса екен деген тілегім. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін аға. Әумин дейміз, тілегіңізге құрметті көрермендер. Студиямызда қонақта болған философия ғылымдарының докторы профессор Әбдімәлік Нысанбаев. Қазақ тарихында мүсін өнері ежелгі түркі қағандығы Қыпшақ заманынан балбал тастар мен тас мүсіндерден бастау алады. Сол өнерге өз қолтаңбасымен келген Мәлік Сұлтанұлы 40-тан аса көрмеге қатысып үлгеріпті. Ол қазір Мейірім атты жаңа мүсінін жасау үстінде. Әр мүсіннің ішінде өзінің мынандай каркасы болады ғой. Осы каркас дайындап қойдық. Мынау енді каркас деген зат осы сым темірден дайындаған, ішіндегі пластилин күн ыстықта еріп бұзылып кетеді. Содан кейін сол себептен ішіне темірден каркас салады. Енді осы дайын каркасқа мына пластилин жабыстырып көрсетейін деп тұрмын. Мүсін жасау төзімділік пен сабырды талап етеді. Мүсіннің жасалу уақыты оның көлеміне байланысты. Егер биіктігі 2 метрге жуық мүсін жасалу керек болса, онда оған 2 ай уақыт кетеді екен.
енді мынау аяғына таман болды мына жұмыс. Жұмыс лайдан да пластилинде өзі боламайды ғой. Не тасқа ауыстыру керек, не ағашқа, не бронзаға ауыстыру керек. Мен өз ойым сол мынау жұмыс бронзаға ауыстырайын деген ойым бар. Ермексазбен жасалған мүсінді қалыпқа келтіріп, қоладан құяды. Тек содан кейін жұмысты көрмеге қоюға болады. Мүсінші бүгінде Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры. Әр ғасырдың өзінің ерекше пластикасы болады. Мәлік Сұлтанұлы 21 ғасырдың да мүсін өнерінің жаңа бағытын меңгерген, үнемі ізденісте жүретін мүсінші дейді әріптестері. Өте үлкен еңбекқор мүсінші. Соның нәтижесінде көптеген жұмыстарымен біздің қала емес, республика емес, әлемге танымал десек болады. Өйткені оның жұмыстарын жаңағы алдыңғы жылы Израильге барылып, мастер-класс өткізіп, ол жерде жаңа көзайым болып келді жұмыстары. Біле жүріңіз, Алматы қаласындағы Абай және Жүсіпбек Елебеков мүсіні осы Мәлік Сұлтанұлының төл туындылары. Құрметті телегөрермендер, келесі мейманымызбен таныс болыңыздар. Ұлттық кәдесыйлардың дизайнері Сүндет Серікбайұлы. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сүндет аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді сұхбатымызда мына өзіңіз алып келген кәдесыйлардан бастасақ, жалпы Астанаға арналған көптеген кәдесыйлардың авторысыз. Әрқайсысына жеке тоқталып кетсеңіз. Бұл топтама арнайы Астана күніне арналған ғой. Енді еліміздің жүрегі Астана болғасын, Астаналарға топтамамызда көп заттар. Оның бәрін алып келу мүмкін емес. Эфирде кішкентай, сондықтан кішкене бір-екі дүние алып келдік. Жақсы. Сонымен таныстыра отырсам, мына байқап отырсаңыз, міне офистік үстелге арналған қазақ елі монументінің кішкене кескіндемесі. Қаламдардың өзінде? Қаламдардың өзінде қазақтың оюы бар, дәстүрлі. Оюы бар. Одан кейін? Мынандай Астананың бейнесі бейнеленген стеллалар бар. Қол сағаттар бар Астананың. Аға сағаттың сыртында бәйтеректің суреті, бейнесі суреті. Жоғар жағын кнопкасын басып жіберіңіз. Әдейі салған Астанаға. Және мынадай Ханшайым монументінің кішкене копиясы. Бұдан да басқа дүниелер көп, енді оның бәрін сіздер бізге келсеңіз бәрін көрсете бердік. Алана кәдесыйға тоқталсаңыз. Бұл енді жаңа жасалып жатқан дүние, асатаяқ, скипетр деп атады ғой, асатаяқ. Бұл жаңа жасалып жатыр. Енді қысқаша айтып кетсек, скипетр биліктің белгісі болғанмен, оның түп негізі шопанның таяғы екен. Енді ол біздің қазақ елімізде бірден бір ел ғой деймін, осындай асатаяқ осы уақытқа дейін сақталып қалған. Шопан таяқ деген бар ғой, әлгі атадан балаға мұра болатын. Сондықтан осы қазақи дәстүрде өзімізге сай өнермен, осындай ойлармен өрлікте осындай бір дүние жасап жатырмыз. Асатаяқ, атадан балаға мұра болып қалатындай қылып. Бәрекелді, керемет екен. Тіпті мысалы мына сағаттың ішінде елтаңбамыз белгіленген екен. Қарап тұрсақ, ой өрнектермен керген әдемісі әдемі. Бірақ көп жағдайда мұндай кәдесыйлар бағасы қымбат келеді. Не себепті? Себебі біз Қазақстанда бұның бәрін жасай алмаймыз, шетелде жасап келеміз. Сондықтан бұның бағасы қымбаттау болады. Содан бізде бұны жасайтын технология жоқ, өкінішке орай. Өкінішке орай технология жоқ. Бірақ енді қазір жаһандану заманы болғаннан кейін дүниенің түкпірінде қай жерде қандай жақсы заттар бар, соны біз алуға тырысамыз. Ол қай жерде жасаған маңызды емес қой, ол не үшін жасалған маңызды, бізге сол маңызды. Сондықтан Италия болсын, Испания болсын, қай жерде болса, сол жердің технологиясын алып, осы Қазақстан, қазақ елі үшін осындай заттар жасап жатырмыз. Ал осы шикізаттарды жалпы қайдан аласыздар? Осы шетелдерден аласыздар ба? Шетелде, бәрін шетелде жасаймыз. Технологиясы, шикізатты бәрі де шетелден. Тек қана кескіндемені, дизайн енді өзіміз жасаймыз. Жалпы осындай арнайы бір топтама әзірлеп, соған арнайы кәдесыйлар жасайды екенсіздер. Сондай-ақ Абылай ханға арнайы осындай топтама әзірледіңіздер, Әбілқайыр деп айтыңыз. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, Әбілқайырдың жатқан жер табылды, бас сүйегі табылып, кескіндеме жасалды. Соған қарсы бізде Әбілқайыр деген баяғы кеңес заманында кішкене тарих бұрмаланып келді ғой. Қазір оның бәрі ашылып жатыр, Әбілқайырдың кім болғаны, қазақ еліне қандай еңбек сіңіргені ашылып жатыр. Соған бір құрмет ретінде біз топтама дайындап жатырмыз. Андай кескіндеме, сәндік табақшадан бастап, рельефті панно болады, картиналар болады,
кішкентай табақшылар болады, мынандай стеллалар болады. Біраз дүние болады, енді оның бәрін көрсету мүмкін емес қазір. Қазір сол сәндік табақшаңызды көрсетсеңіз, енді дәл осы табақшаға келетін болсақ, бұның кескіндемесін, бейнесін бізге Ағымсалы Дүзелханов ағамыз, Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері, сол кісі жасап берді. Сол күнмен кездесіп, осылай Әбілқайырға сурет жасау керек, соның бейнесін көтерейік деп. Сол кісімен ақылдасып отырып, осы дүниеге келді осы зат. Енді қарап отырсаңыз, бұл жерде сипаттама көп, символика көп та. Мына жерде тақта отырғанда тақтың төбесінде осы Әбілқайыр ханның өзінің жеке таңбасы бейнеленді. Оны енді қолына салса да болатын еді, қолынан көрінбей қалады деп, осындай әдейі, осындай кішкене мына жаққа шығардық. Мына қасындағы ақылшылары, билері, ар жағында сарбаздары, мынау қазақ елі ар жағында тұрған. Сосын тағы бір айта кететін зат, мынау Қорамсақ пен Садақ. Осы тарихи бізге жеткен деректер бойынша Әбілқайырдың Қорамсақ осындай болған екен. Ол кісі өзі өтемеген адам болған дейді. Оған қазақ елінде тең келетін адам болмаған дейді ғой, сондай сұрмерген болған. Сондай бір сипаттамалармен келісіп, осы тек қана Әбілқайырдың өзі емес, соның қоршаған ортасы, оның философиясын көрсетуге тырыстық болған. Енді Ағымсалы Дүзелханов ағамызға көп рахмет, осындай еңбек жасап берді бізге. Және сондай-ақ астана күніне орай орамал дайындапсыздар. Көруге рұқсат бола? Әрине. Енді мынау жаңа заманның орамалы, жібек орамал, бұны қыз-келіншектерге тағуға болады ғой? Қыз-келіншектерге оюлар, мен өрленген бәйтеректің суреті бар, қарап отырсаң. Бір ұжында бәйтерегі бар. Қазіргі өзіміздің қазақ қыз-келіншектерге, жастарға арналған, шетелдіктерге арналған көп қызығушылық танып отыр шетелдіктерде. Енді бұл да Италияда жасап алып келдік. Бізде мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін енді Италияның мүмкіндігін пайдаланып жатырмыз Астана үшін. Барлығына дейсіз ғой. Әрине. Ал енді осындай ұлттық үлгідегі кәдесыйларды дайындау үшін, мысалы, Әбілқайыр ағамызды арнайы, мысалы, азаматпен дайындап отырсыз, этнографиядан тарихқа жүгінесіздер ғой? Әрине, онсыз болмайды ғой. Әр зат жасаған кезде мына дүние болсын, мына дүние болсын, оның тарихын зерттейміз. Бізге тарихи бір қателіктер кетпеуіне өте басты мұқият боламыз. Сосын оюлардың өзін қолданғанда әр оюдың өзінің орны болады. Мысалы, киімге салатын ою болады, киізге салатын ою болады. Әрқайсының өзінің мағынасы бар. Оған да көңіл аудару керек. Олар ауысып кетсе, ол кейін ата заманнан келе жатқан мағынасы ауысып кетеді. Соған да басты назар аударамыз. Соны меңзеп отырғаным ғой. Жалпы өзіңіз осы дизайнерлік өнермен неше уақыттан бері айналысып келесіз? Қанша жасыңызда келдіңіз? Мен енді 21 жасымнан бастап дизайнер болып жұмыс істеп жатырмын. Ұлттық сувенирмен кейінгі 6 жылдан асып бара жатыр. Осы ұлттық сувенирге айналысқаныма. Оған дейін реклама болды, полиграфия болды. 6 жылдан бері осы ұлттық сувенирлерге көштім. Жалпы бүгінгі таңда осы ұлттық бұйымдарға халықтың сұранысы қандай болып жатыр? Сұраныс өте көп. Өте жоғары дейсіз ғой? Өте жоғары. Бұл тек қана біздің өзіміздің қандастарымыз, өзінің отандастарымыз емес, шетелдіктер өте қызығушылық танытады. Өте қызығушылық танытады, себебі оларда елден бір сый алып кеткісі келеді. Ол сый, ол мәнді болу керек, әрі сәнді болу керек, және жаңа заманға лайықты зат болса, қуана-қуана алады. Ал отандастарымыздың ше, сұранысы қандай? 60-қа 40% деп айтсам, енді өтірік болмас, 60% енді өзіміздің қандастарымыз, отандастарымыз алады, 40% шетелге кетеді. Ал қазір қандай топтама әзірлеп жатырсыздар? Шығыс топтамасы дайын болды, енді шығып жатыр. Шығыс топтамасы, бұнда біз шығыстың ою өрнегі мен қазақтың ою өрнегін атастырып, бір-біріне байланыстырып, сондай бір дүние жасап жатырмыз. Ол білезіктер, әйелдерге, флешкалар, сондай орамалдар, тағы да фарфор бұйымдар көп нәрсе болады. Шығыс топтамасы. Жаңарылға қарсы тағы бір топтама дайындап жатырмыз. Енді оны айта беру әлі ертерек шығар, оны кейін жаңарылға қарсы көреміз. Алла берсе тағы да бір келіп кетеміз дейсіз ғой. Жалпы маған қызық болып қана, мынаны қанша уақытта дайындап шығардыңыздар? Яғни мынау сағат қанша күн алды, болмаса қанша сағатта дайындалды? Яғни белгілі бір кәдесіге неше уақыт? Неше уақыт кетеді, оның енді көлемі жағын айтпағанда? Енді кемінде 6 ай. Кемінде 6 ай. Біз эскизін жасап, заводқа апарып, келісіп, бәрін жібергеннен кейін оның жобасын жасайды, үлгісін жасайды, оны көреміз. Дайын дүние бізге 6 айдан бұрын келе алмайды. 6 айдан кейін келеді. Кейбір заттар 1 жылда келеді. Мысалы, біз тайқазан жасадық, былтыр тайқазанның 1,5-2 айда біз эскизін жасап бердік, содан
бір жылдың ішінде өзіміздің көңілімізден шығатындай қылып жасады заводта. Енді ол демек бір жыл бойы күткен, яғни бір жылда дайын болған дүниенің құны да жоғары шығар енді. Енді ол жағын міндетті түрде дейсіз ғой. Ол да шетелден дайындалып келді ғой. Ол шетелден дайындалып. Жақсы аға, енді келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ел жұртқа, Алаш жұртына деген тілегіңіз болсын. Аспанымыз ашық болсын, тек қана тыныштық болсын елімізде. Мерейіміз үстем болсын. Қазақтың дәстүрі, қазақтың тілі жойылмасын. Ертеңгі болашағымыз, балаларымыз аман есен болып, сол ертеңгі Қазақстанның болашағын көтеретін үлкен ер азамат болып өссін. Ұлттық дәстүрді насихаттап жүрген жансыз ғой, еңбегіңіз жемісті болсын дейміз. Құрметті көрермендер, студиямызда қонақта болған ұлттық кәдесыйлардың дизайнері Сүндет Серікбайұлы. Құрметті көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей студиямызға келесі мейманымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, әнші, композитор Естай Әлекеев. Ассалаумағалейкум, Естай. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті көрермендер, хабарландыру айта кетейік. Егер әнші, композитор Естай Әлекеевке сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 266 63 60. Естай мырза, жақында ала берсе 8 шілдеген Жетісу өңіріне гастрольдік сапармен бара жатыр екенсіз. Дайындық қалай болып жатыр? Енді туған жеріне дейді ғой, өзіміздің елімізге, жеріне өзі дәстүрге айналып бара жатыр. Сол жердің жаңағы аудан әкімінің Жақанбаев Әлібек Әскербекұлының қолдауымен, жаңағы шақыртуымен сол жерге бара жатырмыз. Халықтың еңсесін көтеру керек. Көптеген жаңағы жаз мезгілінде келетін қонақтарымыз да жеткілікті. Соларға жақсы көңіл күй сыйлау үшін міндетті түрде мен жаз кезінде ат басын өзінің туған өлкем жаңағы Алакөлге бұрам. Бісміллә деп бастайын сөздің басын, әруақтарға тисінші адаласым, екі аяққа бас қожа қожа басым, енді мені қай жаққа апарасын. Сағындым туып өскен ауылымды, ағайын туыс жекжат бауырымды, шипа тауып ширатып қайтсам бекен, шиырлана бастаған жауырынды деп, бір жауырынды бір ширатып қайтсам деген бір оймен бұрам ат басын. Бәрекелді. Аға, сондай сіз Абылайхан толғауын орындап жүрсіз. Жалпы осындай күрделі тарихи тақырыпқа қалай келдіңіз? Бұл жалпы терме жазылып жүргеннен кейін біз тарихи тұлғаларымыз 300-дің басын қосқан Абылайхан жайлы бұл бірнеше азаматтардан өзі ұсыныс түсті, осыны жазсаң деп. Бірақ күннің ішінде мен қалам сермеген жоқпын. Бұған менің 2 жылдай уақытым кетті. Оны басында ең бірінші айналып жүреді ол. Міндетті түрде ол жүректің елегінен, жүректен шыққан өлең ғана, ән ғана барып жүрекке ғана жетеді. Ендеше оны асығыстықпен жазу мүмкін болмады. Сондықтан да сол өзінің уақыты, ай, күні, 9 ай, 9 күн деген кездегі сияқты өзінің бір мезгілі болады. Сол келіп туды. Қазір Құдайға шүкір, естіп жатқан азаматтар, халықтар көбіне ұнап жатыр. Оң пікірін беруде жалпы осы хабарласқан көрермен бар екен Жансерік Петропавлдан. Асқат есімді телегөрерменімізге ассалаумағалейкум дейміз. Асқат, өзіңізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкумассалам. Естайға ассалаумағалейкум. Мен сіздің әндеріңізді сүйіп тыңдайтын едім. Рахмет. Жалпында әр әншінің паспорт әні болады ғой. Сол сіздің әндеріңіз көп, сол әндердің ішінде өзіңіздің паспорт әніңіз қай ән деп есептейсіз, және сол әннің шығу тарихы жайлы композиторлары сөзін жазған кім, соны айтып бересіз ба? Жақсы, яғни төлік құжатыңыз іспеттес әніңізді сұрап отыр. Енді сондай кезде жиі айтылып жүр ғой. Төлік құжатың іспеттес ән, бұл менің бағымды ашты деген сияқты. Жалпы енді менің өлеңдерімнің бірінен бірі оза шауып алдыға кетіп қалған жоқ. Бір лекпен бәрі келе жатқан жайы бар. Ал енді осы жолы кетіп бара жатқан халыққа, жаңағы өз еліме, жеріме кетіп бара жатқан жерге қойылғаны Жаса мәңгі қазағым. Мен Жаса мәңгі қазағым әні көп деген жерге барған кезде соны сұрап жатады. Оны әні де сөзін де жазған өзім, және оған бейне клип түсіріліп, өздеріңіздің арнадан көрсетілуде ол. Мен жалпы сол деп ойлаймын. Рахмет сауалыңызға. Естай мырза, сондай әндердің басым бөлігі бұл патриоттық тақырыпта арналады. Мұны барша тыңдармандар жақсы біледі. Ал енді осы тақырыпта қандай жаңа әндер жазылып жатыр? Енді
дүниеге жақында келген өлеңдерді айтып өтейін. Мысалы, біздің жауырны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, тілімен темірге, тісімен тас шайнаған нар тұлғалы қыран-көз арыстан жүрек ағаларымыз бар. Солардың алдында мен қарыздармын. Соларға арнап ағаларым деген өлең жаздым. Құдай қаласа, алдағы уақытта оның да бейне клипін түсіреміз деген ойдамыз. Қазір сонымен жұмыс жасаудамыз. Абылай ханға да түсірсек деген арман көп, қол қысқа, кейде жете беремейміз де арманға. Генерал деген өлең жазылды, және жаңа тақырып, жаңа терме жазылды. Жақын арада жазылып жатқан дүниелер аз емес, Құдайға шүкір, бірақ өзі болған уақытында міне осы деп ал кеп тұсауын кесіп жатқан кезде осы ет менің деп жаңағы арық айтып сем шыққан дұрыс қой деймін деп ойлап жатырмын. Бәрекелді. Енді шығармашылық жұмысты гастрольдік сапарда былай көріп, отбасы жайында әңгімелессек, жалпы отбасыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Отбасымызда толығудамыз. Әрине дүниеге кішкентай Арлан деген ұлым келді. Арлан деп. Ол осы өткен жылдары 2 жыл болды. Ұлыма міне Құдай қаласа Расул деген ұлым болатын. Ол 19 жылдан кейін, ол қызымнан кейін 19 жылдан кейін Алла бірдеңке берсе кімнің баласысың деп сұрамайды екен, бір жақсы. Расул деген ұл болды. Ол өзім айтапым болып, тағы да бір ұл сыйлады. Қазір соны бесігін тербетудеміз. Бәрекелді. Бауырберік болсын дейміз. Жалпы осы Естай мырза, сұхбат құрғалы бері шешендігіңізбен ерекшеленіп отырсыз. Композиторлығыңыздан бөлек өлеңдер жазатын қасиетіңіз бар секілді. Енді мына білетін болсаңыздар, біліп жүрген болсаңыздар, көптеген өлеңдерді, термелерді жазатын өзім, жаңағы поэзия жағына да қалам сермеп жүрмін. Менің жүрегім ең бірінші дүниеге ән келген кезде ол бір қызығы өлеңімен бірге келді. Ол мен 6-шы сыныпта оқып жүрген кезімде. Содан бері екеуі құстың қос қанатындай бірінен бірі ажыраған емес. Менің айтып отырам, көптеген композиторлар маған сөз жазып бер, мәтін жазып бер деген кезде, соны жазып отырған кезде өзімнен, міне жерімнен ән туайын деп отырады да, анаған деген өз-өзіңді тежеп отырасың. Кейде шығықпаса, сол буында басқа ән жазасың. Ал жалпы осы қасиет кімнен дарыған? Енді кім білсін, жаңағы айтып отырмыз ғой, Алланың берген сыйы ғой. Ол кейде анамды, әкемде марқұм айтып отыратын, менен де екеуі бір-бірінен таласып отыратын. Жалпы барлығы берілетін ол бір Алладан ғой. Иә. Жақсы, бәрекелді. Ендеше әншілік өнеріңізден бөлек ақындық өнеріңізді де көрсек. Мен мына туған жерге жаңағы жазылған дүние, мені кетіп бара жатқаннан кейін Алакөл ару мекенім деп, Алакөл жазылған дүниемді оқып берейін. Алакөл тамсанам келбетіңе, өзіңде жер бар мекен жер бетінде, Қабанбай бабамыздың рухы болып толқының толқып жатыр тербетілі. Жүз көлің табиғаттың тарту екен, гәкку тарқамаған аққу мекен, ерекше шағаласы сұлу мүсін, аңқылда қонақ жайлы халқы деген. Алакөл, сен деп өтемін, алыстап қайда кетемін, қасқалдақ болып қалықтап айналып ұшып жетемін. Алакөл ару мекенім, сенімен жарқын ертеңім, кіндігім саған байланған, өзіңмен егіз екенмін. Алакөл, тал бесігім сүйенішім, мен саған ынтызармын, сүйемін шын, сен менің баға жетпес бақытымсың, бағымсың, нұр шуағым, киелімсің. Ащы көл, жалаңаш көл, бәр осында, арал бар дәл көлімнің ортасында, ғарыштан самғап келген ғарышкерлер ем алған, жанға біткен жарасына. Алакөл, сен деп өтемін, алыстап қайда кетемін, қасқалдақ болып қалықтап айналып ұшып жетемін. Алакөл, ару мекенім, сенімен жарқын ертеңім, кіндігім саған байланған, өзіңмен егіз екенмін. Туған жерге осындай мөлдір жыр тамшыларын арнадыңыз. Ал жалпы осы Астана күніне орай қандай тартуыңыз бар? Енді әркім қолынан келген мынау айтып жатамыз, мемлекеттен не алам емес, не берем деп ойлайтын болатын болсақ, біз көп алдыға қадам басамыз. Ендеше бізде сондай бір оймен Шөмішбай Сариф ағамыз екеміз не сыйлаймыз деп 10 жылдығына қолыңды бер Астана деген өлең жазған болатынбыз. Бүгінгі таңда өзімнің орындауымда да айтылып жүр, Дилназ Ахмадиеваның орындауында да айтылып жүр. Осы өлең көптеген жерде
жаңағы сұраныста жүр, тамаша ән болып шыққан тәрізді, халықтың енді құлағына ақырын болатын болса да жетіп жатыр. Осы орайда әңгімемізге тұрғай отырып, тағы да бізге хабарласқан телегөрменімізді байланысқа қосып үлгерсек. Алматыдан Серік есімді телегөрменіміз. Ассалаумағалейкум, Серік, өзіңізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Естайға, мынау қазіргі бейнеклип мәселесі елімізде көбінесе әншілер Өзбекстанда түсіреді. Сіз қай жерде түсіресіз? Сонымен қатар мынау түсірсеңіз Өзбекстанда түсіріп жатқан болсаңыз басқа елге. Сол ұлттық көбінесе бейнеклиптеріңіз ұлттық неде нақышта орындалады да, сол ұлттық киімдеріңіздің барлығын сол жаққа апарып өзіңіз түсіресіз ба соны? Рахмет, Серік. Мен ешқашанда басқа елге барып, сол елдің жерін, басқасын насихаттаған адам емеспін. Құдайға шүкір, елімізде, дархан жерімізде керемет, басқалармен салыстырғанда әлдеқайда оқ бойы озып тұрған біздің керемет табиғат тұрған кезде басқа жерге барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол басқа да құлақ қағыс өзімнің әріптестеріме. Өйткені айналаға дұрыс көзді ашып қарайтын болатын болсақ, айналамызда бізде керемет жерлер көп, таңдай қақтыратын жерлер көп. Әлі күнге дейін мен өзімнің бармаған жеріме аңсаймын соны, бармаған жерімді, көрмеген жерімді аңсаймын. Ендеше барлық түсірілген бейнеклиптердің бәрі өзіміздің отанымызда, осы Қазақстанда түсіріліп жатыр. Яғни Қазақстанның қай қаласында басым бөлігін түсіргенді қалайсыз өзіңіз? Ол енді Қазақстанда көрікті жерлер көп, әр нәрсенің өзінің бір орны бар. Мысалы, Абылайхан жайлы түсіреміз деген кезде өзі Көкшетауға табаны тиген жерге барып, сол жерге барып түсірсек деген қазір бір ой пікір бар. Алдағы жоспарларымыз бар. Енді Алла тағаланы күлдіргің келсе жоспарыңды айт дейді. Енді бірақ адам баласымыз, біз жоспарлауымыз керек. Енді Абылайхан жайлы толғауыңыз жарық күнде шығып қалады деген үміттеміз. Жалпы осы Қазақстан көрікті жерлері көп деп жатсыз ғой. Өзіңіз жаз мезгілінде қай жерде демаласыз? Міндетті түрде Алакөлде. Өйткені шын мәнінде мен оның қадір қасиетін біліп, осында менің әпкелерім, өнердегі жүрген әпкелерім, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова әпкелерімен сол жерге барып демалғаннан кейін, сол жердің кереметтігін байқап, енді болды, біз енді болса шетелді тоқтатамыз, өз жерге келіп демалатын болдық деп. Өз жердің қасиетін біз біле бермейміз. Көбінесе біз Қожа Насыр іспеттес, Қожа Насыр базардан келе жатты, әзіл сөз күлмекке жақсы. Келе жатты да, жай алдай саған ғой халықтың бәрін. Қожеке не болып жатыр базар десе, алтын үлестіріп жатыр деп. Бәрі қаға соға қасынан жүгіріп өтіріп, алтын үлестіріп жатыр деп, сол ойланып тұрып, шында үлестіріп жатқан жоқ па деп, өзі де лес кетіпті да. Бізде көрдіңіз бе, көбінесе бізде жарнама жетіспей жатады. Ендеше Алакөлді білмейтін, көрмеген, бармаған адамдар болатын болса, келіңіздер, шипа, жаңа айтып отырмыз. Сонау жаугершілік заманда ата-бабаларымыз, қабынбай аталарымыз сол жерге келіп, өздерінің жарақаттарын, өздерінің әскерлерінің жарақаттарын сол жерге келіп емдеген екен. Жақсы, Естай мырза, өзіңіз қазіргі таңда бүгінгі таңда шәкірт тәрбиелеп отырсыз ба? Енді арнайы шәкірт тәрбиелеп жүрмін деп айта алмаймын, бірақ көптеген өлеңдер арқылы жаңа кішкентай балаларға арналған өлеңдерімде біршама жеткілікті. Солармен бірге не жасасам деп ойлап отырмын. Соларға жоспар, шынымен де алдыға қойылған жоспарлар көп. Соған тынбай еңбек істеу керек. Еңбек еткен емет дейді. Бәрекелді, ендеше осы алдағы жоспарларыңыз орындала берсін. Сөз соңында өзіңізден таңғы тілек болса. Елімізге, жұртымызға, халқымызға тек қана амандық тілеймін. Жақсы күндерде, жайлы күндерде кездесе берейік. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, ел іргесі аман болсын. Қала мерекесі, өзіміздің Астана мерекесі құтты болсын. Бәрекелді. Енді жақсылықтың жаршысы Таңшолпанға келіп, өзіңіздің жақсы жаңалықтарыңызбен бізді қуанта беріңіз дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, студиямызда қонақта болған әнші композитор Естай Әлекеев. Ардақты ағайын, өздеріңізбен Таңшолпанның кезекті санын қорытындылаймыз. Яғни алдағы жұмыс аптасы табысты және сәтті болсын демекпіз. Сөз соңында өздеріңізге Естай Әлекеевтің орындауындағы Жаса мәңгі қазағым атты әнін жолдаймыз. Еліміздің еңсесі биік, туымыздың тұғыр берік, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай.